Егер бір күні саған бейтаныс адам келіп, мен сенің өміріңді өзгерте аламын десе, сен оған сенер ме едің? Осындай ұсыныс өмірден қатты шаршаған бір жігітке жасалады. Оның өмірі тығырыққа тірелген, армандары орындалмаған, өзіне деген сенімі жоғалған. Дәл сол кезде оның өмірінде бір жұмбақ адам пайда болады. Ол оған ерекше келісім ұсынады. Егер сен менің тапсырмаларымды орындасаң, өмірің өзгереді деп шарт қояды. Ал оның тапсырмалары болса бір түрлі. Мысалы, бір тапсырмада ол мүлде бейтаныс адамға жақындап, онымен әңгіме бастау керек. Қарапайым сияқты. Бірақ кейде ең қиын нәрсе бірінші қадам жасау. Тағы бір тапсырмада ол әдетте қашқақтайтын жағдайға әдейі бару керек болады. Өйткені біз көбіне қорқынышымыздан қашамыз. Ал үшінші тапсырма одан да ерекше. Бір сәтке ол өзіне үйреншікті мінезінен бас тартып, мүлде басқа адам сияқты әрекет ету керек болады. Біз өзімізді белгілі бір шеңберге қамап қоямыз. Мен осындай адаммын деп. Ал шын мәнінде біз ойлағаннан әлдеқайда көп нәрсеге қабілетті болуымыз мүмкін. Бұл кітап бір терең ой қалдырады. Кейде өмірді өзгерту үшін жаңа мүмкіндік емес, бар болғаны өзімізге деген сенімді өзгерту жеткілікті. Мүмкін кейде біздің өмірімізге кездейсоқ адам кірмейтін шығар. Мүмкін олар бізге бір нәрсені түсіндіру үшін келетін шығар. Ал егер бір күні сенің өміріңе де осындай адам келсе, сен оның тапсырмаларын орындауға дайын болар ма едің?